Қайырлы күн, 3-ші сынып оқушылары. Бізде қазір жаратылыстану сабағы. Бүгінгі сабағымызды көңіл күйім неге ұқсас атты ойыннан бастаймыз. Ойынның өту барысы оқушылар бүгінгі көңіл күйлерін сынып ішіндегі заттармен теңестіреді. Не себепті теңестіргенін баяндап, көңіл күйін түсіндіреді. Осы көңіл күйді сабақ соңына дейін өзгертуге тырысамыз. Сабақ соңында тағы да көңіл күйімізді талқылайтын боламыз. Олай болса, балалар, алдыңғы тақырыпты есімізге түсірейік. Балалар, біз алдыңғы сабақта қандай тақырыппен таныстық? Адам күніне неше рет тамақтануы қажет? Осы ас ішу кезеңдерінің уақытын кім айтады? Дұрыс тамақтану дегеніміз не? Жақсы оқушылар, жарайсыңдар. Естеріңде болса, мен үйге жұмыс дәптердің 33-ші бетіндегі сүйікті ас кестесін толтырып, астындағы сұрақтарға жауап беріп, дайындалуға берген болатынмын. Орындадық па? Өте жақсы. Орындасақ, үй жұмысын жасыл қызыл атты ойынмен тексерейік. Ойынның өту барысы оқушыларға жасыл қызыл карточкаларды таратып беремін. Кімде жасыл болса, үй жұмысын оқиды. Ал кімде қызыл түсті болса, қателерді оқыған оқушының қателерін түзетіп, дұрыстап отырады. Оқушылар, мына суретке назар аударыңдаршы. Бұл не? Ол бізге не үшін қажет? Оның атқаратын қызметі қандай? Қалай ойлайсыңдар, бүгінгі тақырыбымыз неге байланысты болмақ? Дәл таптыңдар. Тақырып ас қайда қорытылады? Ал өтетін бөліміміз адам деп аталады. Оқулықтан 50-ші бетті ашып дайындап қояйық. Бөліміміздің бұлай аталу себебі, біз бұл бөлімде тек адам, яғни өзіміз туралы көп мағлұмат алатын боламыз. Соның ішінде біздің тамақтануымыз, тамақты қорытуымыз, тыныс алуымыз, жалпы денсаулығымызды қалай сақтау керектігімен танысатын боламыз. Ал тақырыбымыздың мақсаты адамның ішкі ағзаларының орналасуымен танысып, ас қорыту жүйесінің қалай жұмыс істейтінін білетін боламыз. Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін бізге әрине тапсырмаларды орындау қажет болады. Тапсырмаларды орындамас бұрын бізге материалдар жинақтау қажет болады. Ең алғашқы материалды бейнебаяннан алайық. Сэндвич с индейкой, какой-то йогурт. Похоже, он откусил сэндвич. Ой, теперь мой черед. Он положил меня в рот. Время отправляться в путь. Если честно, здесь довольно влажно и тепло. Рот – это ворота в пищеварительную систему. Она разработана специально для превращения пищи в полезные вещества, которые заряжают вас энергией и помогают клеткам расти и восстанавливаться. Так что, сделав первый вкус, вы запускаете машину пищеварения. Во время пережевывания еда распадается на кусочки, чтобы облегчить весь процесс. Тут пригодится слюна. Она смешивается с едой и еще больше ее расщепляет. Теперь желудку не придется переваривать большие куски. Кстати, забавный факт. Слюной, которую вы выделяете за год, можно заполнить 2 ванны среднего размера. Почти бассейн слюны. Вот это ливень здесь. Вау! Лучше мне внимательнее следить за этими зубами, иначе они превратят меня в желе. Это сложно, ведь с помощью языка этот парень катает еду по рту, направляя ее к зубам. Не хотелось бы, чтобы мой внешний вид пострадал, так что двигаемся дальше. Впереди горка. Уи! Мы направляемся в горло, а если точнее, то в глотку. О, впереди развилка. Куда идти? Крибли-крабли-бумс. Похоже, нам сюда. Погодите-ка, мы выбрали не ту дорогу. Почему все трясется? Бедный парень кашляет, как сумасшедший. Кому-то стоит постучать ему по спине. А вот и мы. Возвращаемся назад. Прости, парень. Фух, это было опасно. Чуть не оказались в его легких. Так себе приключение. Итак, я снова в пути. Давайте попробуем еще раз. Теперь я правильно поворачиваю в один из заделов пищеварительной системы. Говоря научным языком, в пищевод. Мне нравится называть его пищевым желобом, но в нем намного меньше места, чем я думал. Меня здесь почти расплющило. Отлично, как же мне продвигаться дальше? Вижу. Мышцы стенок пищевода этого парня сжимаются за мной и расслабляются передо мной. Этот процесс называется перистальтикой, и именно благодаря ему я отправляюсь дальше по пищеварительной системе. Пару секунд спустя мы достигли конца туннеля.
Здесь есть мышца, которая открывается, чтобы пропустить еду в желудок и не дать ей вернуться в пищевод. Что-то вроде управления транспортной безопасности. Я всего лишь турист, сэр, пропустите меня. Да, и я миновал клапан и направляюсь в желудок. Напоминает мешок. И потрогаем-ка эти стенки. Вау, такие сильные. Это все мышцы. Я не удивлен. Желудок держит, смешивает и размалывает пищу в кашу, поэтому он должен быть довольно сильным. Если честно, это выглядит не очень. Господи, что это? Так сильно жжет! Ай, горячо! Надо выбраться из желудочной кислоты, иначе я стану кашей или пастой, как сэндвич с индейкой. Все отлично, я подготовился. И принес с собой удобное мини-устройство, которое поместит меня в защитный пузырь. У вашей еды такого нет, но у меня есть связи. Это секретная информация. Надо только нажать эту кнопку. Теперь я могу продолжать болтать с вами весь путь, вместо того, чтобы превратиться в желе. Следующая остановка – тонкая кишка. Этот длинный змеевидный орган состоит из 3 секций. Когда я говорю длинный, я не шучу. Если полностью выпрямить его, что я не рекомендую делать, потому что надо, чтобы он был свернут, внутри получится трубка, превышающая 6 метров в длину. Да, ростом с жирафа. И это все внутри вас. Должен сказать, там очень тепло. Почти как в тропиках. Только вот я в океане желчи. Конечно, меня защищает пузырь. Не переживайте. Желчь крайне важна для переваривания жира и удаления всех отходов из вашей крови. Поэтому скажите спасибо вашей печени за то, что она ее производит. Ваша поджелудочная железа также помогает процессу благодаря некоторым своим полезным ферментам. А эта штука, похожая на грушу, желчный пузырь. Он находится под печенью и удерживает внутри себя желчь, пока не наступит подходящий момент. Эй, посмотрите на эти спирали. У меня уже голова кружится от всех этих поворотов. Но теперь дороги назад нет. Сокращающиеся кишечные стенки толкают меня вперед. Похоже, я уже в конце тонкой кишки, плавно перехожу к следующему этапу своего путешествия – толстой кишке. Длина этой мышечной трубки составляет 1,5–2 метра. Подождите-ка. Вы слышите? Я не один здесь, я окружен. Бейнебаянды қарап болсақ, енді сабақ бойы осы бейнебаянды талқылайтын боламыз. Сондықтан да бейнебаянды жақсылап естеріңде сақтап алыңдар. Ал енді балалар, бізде көрсетілген суретке қараңдар. Енді осы суретті топта ойласып, ас қалай қорытылады тақырыбына шағын түсінік беріңдер. Бейнебаянда көрсетілгендей, ішкі ағзалардың орналасуын бейнелеңдер. Бұл жұмысты орындау барысында бірінші топ жұмыстарын қорғаған кезінде, екінші топ бірінші топқа сұрақтар дайындайды. Ал екінші топ жұмыстарын қорғаған кезде бірінші топ сұрақтар құрастырып отырады. Ал енді ойланайықшы балалар. Жаңа ғана сендер сипаттаған процесс қалай аталатынын білесіңдер ме? Білмесек, таныс болайық. Қорытылу барысында ас ағзаға сіңуге ыңғайланып, ұсақ бөліктерге ыдырайды. Осы үдеріс ас қорыту деп аталады. Ол ауыз қуысында басталады. Ауызда ас ұсақталып, сілекеймен ылғалданып, араласады. Ал тіл оның дәмін сезуге көмектеседі. Балалар, енді осы ас қорытуға тілден басқа, ауыз қуысынан басқа тағы да қандай ағзалар қатысады? Жаңа бейнебаяннан қарадық қой. Иә, өте жақсы. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ендеше осы ойымызды қорытындылап, жұмыс дәптердегі 34-ші бетті ашып, ас қорыту мүшелерін сал тапсырмасын орындайық. Ас қорыту үдерісі қайдан басталады? Асты қорытуға көмектесетін ағзадағы сұйықтықтарға нелер жатады? Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Осы тапсырманы орындау барысында барлық процесті көз алдарыңда елестетіп көрген боларсыңдар. Ал енді соны рет-ретімен, кезең-кезеңімен айтып көрейікші. Өте жақсы балалар. Ендеше осы теорияны практикалық түрде жүзеге асырып көрелік. Ал бізге оны біз зертханалық жұмыс деп атаймыз. Зертханалық жұмысымыздың тақырыбы ас қорыту қандай кезеңдерден тұрады деп аталады. Бізге ол үшін қажет пластикадан жасалған бөтелке, түтікшелер және ағза атаулары және түсті сусын қажет.
Бірінші, пластикадан жасалған бөтелке мен түтікшелер көмегімен ас қорыту жүйесінің моделін жасап аламыз. Жасап болған соң, шатасып кетпеу үшін әр ағзаның атауларын қима қағаздармен жапсырып қоямыз. Модель дайын болған кезде, түсті сусынның көмегімен ас қорыту процесінің өтуін қадағалаймыз. Ең бірінші ас ауыз қуысына түседі. Онда ол ұсақталып, сілекеймен ылғалданып, жұтқыншаққа кетеді. Жұтқыншақтың көмегімен сырғып, өңешке барады. Сосын ас өңеш арқылы асқазанға түседі. Онда ол асқазан сөлімен араласып, жартылай сұйық ботқаға айналады. Одан әрі ас қорыту аш ішекті жалғасады. Бұл жерде аш ішектің қабырғалары арқылы құнарлы заттар қанға өтеді. Одан әрі тоқ ішекте су сіңіріледі. Қалған тығыз қалдықтар төмен қарай тік ішекке сырғып, сыртқа шығарылады. Зертханалық жұмысты бекіту үшін жұмыс дәптеріміздің 35-ші бетіндегі дұрысын тап кестені толтырып, ас қорыту кезеңдерінің ретін дұрыс орналастырыңдар. Тапсырманы қатесіз орындаған оқушы зертханалық жұмысты жақсы түсінді деген оқушы. Орындап болсақ, тапсырмамыздың дұрыс жауабын тексерейік. Барлығыңды жақсы орындадыңдар деген үміттемін. Жарайсыңдар балалар. Енді осы ағзалардың 3 тілде қалай аталатынын интернет желісінен іздеп көрелік. Тамаша балалар. Сабаққа өте белсенді қатыстыңдар. Енді бойымызды бір сергітіп алайық. Міне балалар, сабақ соңына да келіп жеттік. Бүгінгі сабағымызды бекіту үшін еркін микрофон атты ойын ойнайық. Ойынның шарты мен сендерге еркін микрофонмен сұрақтар қоямын, ал сендер маған өз ойларыңды қосып еркін жауап берулерге тырысыңдар. Бірінші сұрақ. Бүгінгі сабақта қандай тақырыппен таныстық? Өзіміз жайлы қандай ақпараттар алдық? Ас қорыту деген не? Ас қорыту үдерісі қалай жүреді? Өңеш сөзі ағылшын тілінде қалай аталады? Зертханалық жұмыс жүргізуге қандай материалдар қажет болды? Өте жақсы балалар, жарайсыңдар. Көңіл-күйлеріңіз қандай? Тамаша. Ендеше осы көңіл-күймен сабағымызға да кері байланыс жүргізейік. Кері байланысымыздың аты білім қоржыны деп аталады. Міне, үй тапсырмасы да келіп жетті. Үйге тапсырма жазып аламыз. 35-ші бет, үдеріс формуласы, ас қорыту тапсырмаларын орындап келеміз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды балалар. Сау болыңдар.